أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде және сондай-ақ мынау үлкен супермаркеттерде, гипермаркеттерде түрлі ойындардың ойналып жатқанын көреміз. Бағанағы белгілі бір мөлшерде сауда жасасаң, саған бір лотерея сияқты бір билетті береді, соның ішінде ұтысы бар, және сол секілді қазір умра ойнатылып жатқан жағдайларды көреміз. Және сондай-ақ бағанағы бір кітаптарды сатып алсаң, соның ішінен умра сапарына бару ұтысы шығады деген секілді осындай мәселелер көбейіп жатыр. Сол себепті дініміздегі осы мәселенің үкімін баяндауды жөн көріп отырмыз. Бұл мәселені бірнеше тұрғыдан қарастыруға болады жалпы. Біріншісі, адам ақша төлеп әлгі ұтысқа қатысуға құқық беретін лотерея дейміз бе, билетті сатып алады. Яғни тек қана соған қатысу үшін ақша төлейді. Мысалы көшеде қазір неше түрлі лотереялар бар, сатылып жатқан, ақша төлеп сатып алады да, кейін ойнайтын күні соны қарап отырып, сандары келе ме келмей ме бақылап отырады. Егер сандары келсе, белгілі бір ұтысқа қол жеткізеді. Бұл жалпы дінімізде харам болған құмар ойыны болып табылады. Яғни ақша төлеп, оның есесіне ешқандай бір тауар, еш нәрсе сатып алмайсың, тек қана сол ойынға қатысу құқығын аласың. Бұл кәдімгі лотерея, құмар ойыны шариғатымызда харам болып табылады. Қазір соңғы кезде кей бағанағы WhatsApp желісінде болсын, әлеуметтік желілерде сондай бір хабарламаларды көріп жатамыз. 3000 теңгеден 120 адам ойнайды, немесе 5000 теңгеден мынанша адам ойнайды. Соңында соның ішіндегі бір адам умраға барады деген секілді осындай бағанағы ақша төлеп сол ойынға қатысуға жарнама жүріп жатады. Бұл дінімізде құмар ойынына жатады. Оған шариғатта ешқандай рұқсат жоқ. Ал енді екінші жағдай, адам бір затты сатып алуға ақша төлейді, бірақ сол дүкен тарапынан, супермаркет тарапынан, немесе басқа бір асхана болуы мүмкін, асхана желісі, тағы да басқа да сондай тауардың иесінің тарапынан ойын ойнатылады. Яғни кімде-кім осы мысалы нақты бір ақшаға келіп тамақ ішетін болса, немесе бағана сауда жасайтын болса, ол осы ойынды ойнайтындардың қатарына кіреді. Сөйтіп уақыты келген кезде оның билеті де сол қатысушылардың ішінде қарастырылады. Енді егер тауар алу арқылы осындай ойынға кіру болатын болса, ғұламаларымыз бұл мәселеде айтады. Егер әлгі сен сатып алған тауар өзінің негізгі бағасынан қымбат болып сатылатын болса, онда бұл да харам болып есептеледі. Мысалы, негізі ол тауардың құны базарда, жалпы басқа дүкендерде 2000 теңге. Бірақ мынау 30 ойынын ұйымдастырып жатқандар оны 3000 теңгеден сатып жатыр әлгі тауарды. Сен 3000 теңге төлеп сатып аласың да, сөйтіп ойынға қатысушылардың қатарына кіресің. Ғұламаларымыз айтады, бұл да харам болып есептеледі дейді. Неге? Өйткені бұл жерде сен 2000 теңгені тауарға төлеп жатырсың, 1000 теңгені әлгі ойынға қатысу үшін төлеп жатырсың дейді. Егер осылай бағанағы бағасын қымбаттататын болса, ойынға қатыстыру үшін дүкендегі жалпы базарлардағы бағасынан қымбат етіп осылай ойын ұйымдастыратын болса, немесе соны ұйымдастырамыз деп тауардың сапасын төмендететін болса, онда бұл да жалпы ғұламаларымыз бір ауыздан харам деген іс-әрекетке жатады. Яғни, егер бір тауарды қымбат етіп сатып, әлгіндей ойынды ұйымдастыратын болса. Үшінші жағдай, бұл тауардың бағасы қымбаттаған жоқ, және сапасын нашарлатқан жоқ, бірақ көбірек өзіне тұтынушы, яғни клиент тарту үшін сондай ойындарды ұйымдастырып жатыр. Немесе, мысалы қазір әлеуметтік желілерде кейде көреміз, кейбір араб тілін үйрететін кітаптарға осындай ойындар жүріп жатады. Кім осындай кітапты алатын болса, онда умра ойнатылады, умраға бару мүмкіндігі бар деген секілді осындай бір түрлі ойындар ұйымдастырылып жатады. Яғни үшінші жағдайда қосымша тағы
бағасын көтеріп үстінен ақша қосқан жоқ әлгі ойынға адамдарды кіргізу үшін. Сол нарықтағы, яғни базардағы бағасымен тауар тұр, және соған осындай бір ойындар ұйымдастырылып жатады. Бұл жерде жалпы ислам ғұламалары екі түрлі пікірге бөлінген. Бұл жалпы негізі жаңа мәселелерден негізінде, яғни алдын болмаған, осы соңғы уақытта, қазір жарнаманың заманы, осындай уақыттарда пайда болған бір жаңа іс-әрекеттер болып табылады. Сол үшін де ислам ғұламалар бұл мәселеде екі түрлі пікірге бөлінген. Бір ғұламалар айтады, жалпы бұған рұқсат жоқ дейді. Неге? Өйткені адам бәрібір әлгі затты сатып алып жатқан кезде сол лотереяны, әлгі ойынды, ұтысты мақсат етеді. Содан бір нәрсені дәметеді. Алдын мысалы бағанағы сол дүкеннен зат алуға қатты көңіл бөлмеген болса, кез келген дүкеннен алып жүрген болса, ұтыс ойыны жүргізілген кезде нақты сол дүкенге барып алады. Демек, бұның мақсаты лотерея ойнау, соған қатысу. Ал иннамал аъмалу бинният, амалдар ниетке байланысты. Сол үшін оның ісі шариғатта дұрыс емес дейді. Және одан кейін екінші мәселе дейді, бұл жерде дініміздегі бағанағы ла дарара ва ла дирар, біреуге зиян жеткізуге болмайды және өзіңе зиян келтіруге болмайды деген ереже бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте келеді, наха ан талаққи рукбан дейді. Талаққи рукбан дегеніміз не? Талаққи рукбан дегеніміз мысалы бір ауылды жерден егінші затын, әлгі жеміс жидегін, көкөнісін базарға алып келе жатыр сатуға. Кейбір адамдар оларды базарға кіргізбестен қаланың сыртынан күтіп алады. Базарға барасың, қазір арендасына төлейсің, анаған төлейсің, мынаған төлейсің, одан да көп шығынданғанша маған мына бағаға сат, көтерме бағамен мен сатып алайын деп, осылайша әлгі адамды қаланың ішіне кіргізбестен, негізгі бағамен таныстырмастан сырттан алып кетеді. Яғни адамды алып кетеді, сөйтіп оның базарға кіруіне кедергі болады және басқа адамдардың одан сатып алуына кедергі болады да, өзі сол заттың қожайынына айналады. Яғни бір жағынан бұл жерде әлгі монополия деген нәрсе бар. Ислам ғұламалар айтады, бұл жалпы ұтыс ойындардың түрін болмайтын дейтін ислам ғұламалары, бұл жерде де жалпы адамдарды өзіне көбірек тартып, басқа дүкендердің тауарының өтпеуіне бір әрекет бар дейді. Яғни басқа дүкендерге, басқа бағанағы саудагерлерге зиян келтіру бар дейді. Бұны көбінесе сондай үлкен супермаркеттер ойнатады. Енді адамдар қызығады да, сөйтіп бір жағынан тауарымызды алайық, бағана күнделікті тұтынатын заттарымызды алайық, бір жағынан әлгі бір ұтысқа ие болып қалайық деген секілді ниетпен соларға барады. Енді біз білеміз, ондай супермаркеттерде көбінесе бір адам қожайын болады, соңында пайданың барлығы бір адамға келеді. Ал енді әлгінде мысалы адам барып базардан, тағы да басқа жерлерден алатын болса, ол жерде яғни әрбір адам өзіне жеке қожайын, былайша айтқанда сатып жатқандар жеке адам пайдасын көреді. Сол үшін де яғни бұл жерде жалпы басқа саудагерлерге зиян болғандықтан да болмайды деген ғалымдар бар. Енді екінші бір ғалымдар бар, егер мына бір шарттар сақталатын болса, онда бұл ойындарға жалпы қатысуға болады дейді. Ең бірінші әлгі ойынның бағаға әсер етпеу дейді. Бағаны қымбаттатпау керек, заттың, тауардың бағасын қымбаттатпау керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, қатысушының ниеті сол ойынды ойнау болмауы керек. Және үшіншіден, ол затқа ода шынымен бір мұқтаждық болуы керек дейді. Күнде алып жүрген заты болуы керек дейді. Бұған мына мысалды келтіруге болады. Үйленбеген ер адам немесе тұрмысқа шықпаған қыз адам, үйінде баласы жоқ, бірақ дүкенде әлгі балалардың тамақтарына, әлгі құрғақ сүтке сондай бір ойынның түрі жүріп жатыр. Кім кашаны алатын болса, немесе мына сүтті алатын болса, онда ойынға қатыса алады деген. Оның үйінде бала шаға жоқ, ол нәрсені өмірінде алған емес, барады да соны сатып алады. Не үшін сатып алып жатыр? Ниеті әлгі ойынға қатысу. Өзінде әлгі затқа ешқандай мұқтаждық жоқ. Немесе, мысалы, көлігі жоқ адам, кім мынандай бір көліктің затын алатын болса, оған осындай бір ойын түрі бар,
деп жарнама жасалғаннан кейін барып сатып алды. Оның көлігі жоқ, ол нәрсені пайдаланбайды, оны сатып алып жүрген адам емес. Бұл жерде оның негізгі мақсаты әлгі ойынға қатысу болып қалады. Сол үшін де ғұламаларымыз ондай кезде рұқсат емес дейді. Одан кейін мысалы бір адам күнделікті өмірінде белгілі бір дүкеннен зат алып жүр. Бірақ әлгі жарнама кеткеннен кейін екінші дүкенге барып зат сатып ала бастады. Негізінде барып жүрген дүкені емес. Бұл жерде де оның ниеті лотерея ойыны болып қалады, әлгі бағанағы ойынға қатысу болып қалады. Бұл кезде де дініміз бұған рұқсат бермейді. Ал енді бір адам мысалы белгілі бір супермаркеттен күнде барып затын алып жүр. Өзіне керекті заттарды. Бір күні олар сондай бір ұтыс ойынын жариялады. Кімде-кім мысалы 10 000 теңгеге сауда қылатын болса, ол осында ойынға қатысады деген секілді. Ол үшін олар бағаны көбейткен жоқ. Әлгі адам күнделікті өмірінде сол жерден зат алып жүр. Алып жатқан заттары керек заттары. Егер осындай болатын болса, ондай кезде ғұламаларымыз оған рұқсат берген ғұламалар бар. Егер осы шарттар сақталатын болса деп. Екінші бір ғұламалар, бағана біз айтып кеткендей, ондай жағдайда да мүлдем болмайды, өйткені бәрібір әлгі ойын адамның ниетіне әсер етеді дегенді айтады, бірақ басым көпшілік ғұламалар жалпы осы шарттар сақталса болады дегенді айтады. Неге? Өйткені бұл жерде яғни жалпы адамның іс-әрекетіне тыйым болатында еш нәрсе жоқ дейді. Саудасын жасап жатыр, халал ақшамен төлеп жатыр, өзіне қажетті затты алып жатыр. Бұндай кезде әлгіндей ойынға қатысуға болады деген пікірді басым көпшілік ғұламалар қазіргі таңда алға тартып жатыр. Демек, жай ғана әлгі ақшасын төлеп бір нәрсеге қатысу дінімізде рұқсат етілмеген харам іс болып табылады. Және сондай-ақ әлгі қажеті жоқ затты сатып алып ойынға қатысу ол да дұрыс емес. Мысалы, бір адамның араб тілін үйрену ниеті жоқ. Бірақ біз осыдан бірнеше айлар алдын, бір ай алдын ба, 2 ай алдын ба, кімде-кім мынандай араб тілін үйрететін кітапты сатып алатын болса, розыгрыш бар, умра бар деген секілді осындай жарнама жүрді. Ол соны көрді де барып кітапты сатып алды. Ол кітапты сатып алу ниетінде жоқ еді, араб тілін үйрену ниеті жоқ еді. Бірақ әлгі розыгрыш болғандықтан да, ұтыс болғандықтан да кітапты сатып алды. Бұл да шариғатымызда рұқсат болмайды. Және әлгіндей қазіргі кезде ойнатылып жатқан 100 адам 3000 теңгеден немесе мынанша адам мынанша мың теңгеден сөйтіп жеңген адам умраға барады деген секілді мұндай жарнамаларда дінімізде рұқсат етілмеген харам іс болып табылады. Егер біреуді умраға жібергісі келсе, қазіргі таңда кейбіреулер бұл нәрсені істеп жатады. Мысалы, бағанағы 10 адам аймай бір келісілген ақшаны ортаға жинайды. Сөйтіп жеребе тартып, ішінен бір адам шығады, сол адамды умраға жібереді. Келесі жол екінші адам, келесі жол үшінші адам, сөйтіп кезекпен барлығы бір айналымда умраға барып келеді. Бұған дініміз рұқсат береді. Бұл былайша айтқанда бір-біріне жақсылықта көмектесу болып табылады. Яғни әлгі бағанағы қазіргі таңда черный касса деп айтып жатады ғой. Жалпы сол бір-біріне көмектесу үшін аймай жиналып ортаға ақша жинайды, сөйтіп арасынан аты шыққан адам умраға барып қайтады. Оның да бір шарты бар, енді барып келгеннен кейін ақша төлемей қашып кетуіне болмайды, әлбетте басқаларға зиян келтіріп. Әлбетте бұл жерде әл-муслимуна инда шурутихим, мұсылмандар өзінің уәдесінде тұрады деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, уәдесінде тұруы керек. Сондай жағдайда болады. Бұл жерде барлығы біледі, өзінің кезекпен барып келетін. Ал бағанағы 100 адам қосылып 3000 теңгеден немесе 5000 теңгеден шығарады, бірақ ішінен бір адам барады. Бұл жерде әрқайсысы мен барсам деп тұрады. Бұл умраға бару болсын, қажылыққа бару болсын, негізінде қарап отыратын болсақ, кәдімгі әлгі құмар ойыны болып табылады. Сол үшін де мұндай нәрселерден сақ болуы керек. Әлгі шарттар сақталса, сол кезде ғана ондай ұтыс ойындарына қатысуға дініміз рұқсат береді. Аллаху тағала а'лам ва ахкам. Әлбетте ақиқатын Алла жақсырақ білуші.